Құрметті ағайындар, бауырлар, достар. Жылы лебіздеріңіз бен тілектеріңізге алғысым шексіз. Қолдау білдіріп, қуаттағандарыңыз үшін шын жүректен рахмет айтамын. Мен және менің отбасыма мұндай ыстық ықыластың маңызды екенін айтқым келеді. Бұл менің 3-ші видео сұхбатым. Бүгінгі сұхбат өмір баяным туралы. Кейбір көрермен бұл тақырыпты қозғағанымды оғаш санайтын да шығар. Өйткені өмір баяным ашық энциклопедия, Википедияда жарияланған, немесе тіпті Google арқылы іздеп тауып оқуға болатынын бәрі де біледі. Бірақ сіздерге баяндағалы отырған мәліметтерім Википедиядағы ашық дерек көздердегі мәліметтерден өзгеше, мүлдем басқаша болмақ. Өйткені бұл әңгіме өмірлік көзқарасымның, мінезімнің қалыптасуына зор ықпал еткен оқиғалар мен жағдайлар туралы. Әрине, мұндай ақпараттардың ашық қордағы стандарт, жалаң деректерде қамтылмайтыны анық. Менің өмір баяным бағыт бағдарымды айқындаған, белгілі бір таңдауларды жасауыма себеп болған өмірімнің бір сәттері, сол кездегі ойларым, жалпы мені тыңдайтын, өміріме, тағдырыма бейжай қарамайтын жандарға қызық болар деп ойлаймын. Өз балаларыма да танымдық тұрғыдан пайдасы мол, қызық болады деп ойлаймын. Тіпті кейбір оқиғалар олар үшін де тосын болуы мүмкін. Мен 1963 жылы 28 маусымда Алматы қаласында зиялы отбасында дүниеге келдім. Замандастарымның есінде бар шығар. Кеңес кезіндегі сауалнамаларда әлеуметтік шығу тегі деген тармақ болатын. Сол жолға ойланбастан зиялы отбасынан деп жазатынмын. Әке-шешем ғылым жолындағы адамдар болды. Әкем заңгер болған, алдымен ғылым кандидаты, кейін заң ғылымдарының докторы болды. Қазіргі Қазақ ұлттық университетінің криминалистика кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді. Кейін Казгудың экономика және құқық институтының директоры қызметін атқарды. Соңғы қызмет орны Қазақ мемлекеттік заң академиясының, яғни Казгюаның бірінші проректоры. Әкем оқытқан студенттер, шәкірттер ол кісіні ешқашан ұмытпайды деп ойлаймын. Өзі өте танымал әрі көпшіл адам еді. Сондықтан әкемнің өмірбаянына тоқталып жату керек жоқ деп ойлаймын. Анам да ғалым болған. Қазақ КСР академиясының химия институтында аға ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. Химия ғылымдарының кандидаты. Шыққан тегім төре руы. Ата-бабаларымның көбі танымал тұлға болған. Олардың ішінде Қазақ хандығының негізін салған Жәнібек хан, сондай-ақ қазақ жерінде 100 жыл бойы үстемдік құрған Есім ханның ескі жолын құрастырған Есім хан, сондай-ақ атақты 7 жарғы заңының авторы Әз Тәуке. Және Ақмола қаласының негізін қалаған полковник, Ресей империясының дворяны Қоңырқұлжа Құдайменді. Балалық шағыма ата-бабаларымның танымалдығының ықпалы болған емес. Шындығына келгенде, өзім де сондай тарихи тұлғалардың ұрпағы екенімді, жалпы шын руымды кеш білдім. Шамамен 16 жасымда. Оған дейін руың кім деген сұраққа ойланбастан арғын қуандық деп жауап беретімін. Атам мен әкем солай үйретіп қойған. Неге бұлай істегендерін кейін түсіндім. Осы тұста төре руынан шыққанымды қалай білгенім туралы айтқаным дұрыс шығар. 1978 не 79 жылы, нақты есімде жоқ, атам үйге қонаққа келген күні біз Қазақстан музейіне бардық.
Ол кезде музей 28 Панфиловшылар паркінде болатын. Менің жастығым болар, архив құжаттары, ескі суреттер сияқты заттарға қызықпайтынмын. Одан гөрі материалды заттар, әсіресе қару-жарақтарға қызығатынмын. Сонан соң музейдегі шабатын, тесетін, отпен атылатын қару-жарақтың бәрін көріп болғаннан кейін зеріге бастадым. Ал атам тізілген суреттердің біріне ұзақ қарап тұрды. Атама барып, ата, бәрін көрдік қой, енді қайтайық, дедім. Сонда ол кісі мені жанына шақырып, суреттегі бір кісіні нұсқап, бұл сенің бабаң, деп айтты. Әрине маған қызық болып, суретке жақындап, мұқият қарай бастадым. Суреттің астында Романовтар әулетінің 300 жылдығына келген қазақ депутациясы деп жазылып тұрды. Мен қатты таңғалдым. Атама қарап, қалай сонда, біздің бабамыз делегацияның құрамында болған ба, деп сұрадым. Атам қазір шығып, асықпай сөйлесеміз деді. Далаға шығып, саябақтағы орындыққа барып отырдық. Сол жерде атам біздің төре руынан екенімізді, ата-бабамыздың танымал тұлғалар болғанын, шын мәнінде халқына көп еңбек сіңіргенін айтты. Мұны неге бұрын айтпағансыздар? Осы кезге дейін неге басқаруды айтып келдіңіздер? Деген сұрағыма атам ел үшін көп тер төксе де, дәл осы кезде бабаларымыздың атын атап жария етуге әлі де қолайлы уақыт емес екенін айтты. Сол күннен кейін ата-бабамның кім болғанын білу үшін іздене бастадым. Ең бірінші таныған адамым уақыт жағынан ең жақыны Қоңырқұлжа Құдайменді болды. Бұл есім маған Ілияс Есенберлиннің романынан таныс. Ең қызығы, Қоңырқұлжа бабамыз романда аса жағымды тұрғыдан сипатталмайтын. Романды оқып біткеннен кейін, одан да мұндай бабамның болғанын білмегенім артық еді. Осындай адамның ұрпағымын деп айтудың өзі ұят деген ой менде қалды. Шынымды айтсам, төре руынан шыққанымды, Қоңырқұлжа Құдаймендінің ұрпағы екенімді ешкімге аса айтпайтынмын. Уақыт өте ол кісі туралы тарихшылардан естіген деректерім көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Қоңырқұлжа Құдаймендінің император 1 Николайдың ресми қабылдауына кіру құқығы болған екен. Аудиенцияға құқығы бар кез келген адамның императорға айтқан бір өтініші императордың бұйрығымен орындалады екен. Тарихшылардан естігенім бойынша, тарихи құжаттарға сай, императорға кіргендердің 99% өз басының қамы жөнінде, өз жағдайын жақсартуды, қоғамдағы беделін арттыруды өтінеді екен. Мені таңғалдырғаны, бабамның император 1 Николайға айтқан өтініші. Ол қазақтарды өмір бойына Ресей империясының сыртқы соғыстарына жұмылдыру ісінен босату туралы жарлық шығаруды сұрапты. Яғни, дәл сол жарлықтың арқасында қазақтар Ресей империясының сыртқы шепте жүргізген соғыстарына қатыспаған. Яғни, ол кісі өзіне беріліп тұрған мүмкіндікті, мүмкін императорға өтініш айтуға болатын жалғыз мүмкіндігін өз басының қамы үшін емес, қазақтарды жат соғыстардың құрбаны болу қаупінен сақтауға пайдаланған. Менің ойымша, осындай моральдық қасиеттері бар адамның Ілияс Есенберлиннің романындағы кейіпкерге еш қатысы жоқ. Сонда түсіндім,
Бабамның ізгі қасиеттеріне күмән келтіріп, қатты қателескен екенмін. Осы қылығыма кейін қатты өкіндім. Ал қазір және сол оқиғадан кейін де өзімнің қоңырқұлжа құдаймендінің ұрпағы екенімді мақтан тұтып, ауыз толтырып айта аламын. Сол күні 28 Панфиловшылар саябағында отырғанда, ата тегімді менен не үшін жасырып келгені ақылыма сыймай қойған. Ал қазіргі біліміммен, білетін ақпаратыммен, мұның астарында не жатқанын әрине жақсы түсінемін. Атам қалайда ата тегін жасырып қалуға, жария етпеуге тырысып баққан. Таңғаларлық жайт, атамның сол уақытта 30-шы жылдары Сталиндік репрессия құрбаны болып кетуі айдан анық еді. Шын мәнінде ең бірінші боп тізімге ілігіп кететіндей жайы да бар. Біріншіден, қазақ ақсүйектерінің тұқымынан шыққан. Ресей империясының дворяны, білімді, коммунистік партия мүшесі болған. Одан кейін тіпті кейін білгенім, Сәкен Сейфуллинмен де жақын таныс біліс болған. Яғни бірге жұмыс істеген болуы да мүмкін. Мұның барлығы сотсыз, сұраусыз ату жазасына кесілуге негіз болар еді. Міне осылай. Менің білуімше, атам зұлматтан мекен жайын тегін ауыстырып отыру арқылы аман қалған. Сол кезден бастап біздің шыққан тегіміз, өткен кеткенімізді жария ету, табуға, тыйымға айналған. Немерелеріне ғана емес, егде тартқанға дейін балаларына да құпия болып келген. Жалпы менің атам, менің достарымның аталарына мүлде ұқсамайтын. Айтпағым, атамның әлі есімде киіміне қылау жұқпайтын. Үнемі костюм киіп жүретін кісі еді. Мені таңғалдыратыны, мойнына тағып алатын өте жіңішке орамалын тастамайтын. Бойын тік ұстап жүреді, сұңғақ, көп сөйлемейтін. Мен ол кісінің қатты күлгенін, дауыс көтергенін естіген емеспін. Үнемі бір қалыпты, асықпай, байыппен сөйлейтін. Есімде қалған тағы бір жағдай, атаммен Қазақстан музейіне барған жылы, атам, әкем үшеуміз Шоқан Уәлихановтың ескерткішінің жанынан өтіп бара жаттық. Сонда атам, мен Шоқан ағаның қасында отырамын дедім. Сол жерде болған басқа да ақсақалдар таңғалып, Шоқан Уәлихановты неге аға дейсің, деп таңғалып сұрап жатты. Өйткені Шоқан Уәлиханов дүниеден ерте кеткен. Оған қоса қазіргінің ақсақалдары оны Шоқан аға деп атамайды. Ал атам болса, аға деген соң аға деп жауап берді. Шын мәнінде менің атамның шешесі Шоқан Уәлихановтың немере қарындасы болған. Сондықтан, былайша айтқанда, Шоқан Уәлиханов атама нағашы аға болып келеді. Әжеме, яғни әкемнің шешесіне келер болсақ, атам онымен қалай танысқаны туралы айтқан болатын. Өте қызық, романтикаға толы оқиға. Атам эскадрон командирі болып жүргенде аттан құлапты, өзінің радикулиті тағы бар. Сонда оны жақын маңдағы ауылда тұратын атақты емші радикулитін емдеп жазып шығыпты. Емшіге қызы көмектескен екен. Емделіп жүріп танысып, кейін жарасып бірге тұрған сол қыз кейін менің әжем болады. Әрине, мен бұл оқиғаны бала кезімде естігенмін. Бірақ осы оқиғаның шындыққа жанаспайтынын Караван газетінде апам туралы жарияланған мақаладан кейінірек білдім. Шын мәнінде әжем ешқандай емшінің қызы емес, өте атақты көпес отбасынан шыққан екен. Осы
өзім айтып отырған оқиғаларға қатысты барлық материалды парақшама салып қоямын. Қызықсаңыздар, оқып көруіңізге болады. Әжемнің атақты көпес отбасынан шыққаны анық. Ал мен білетін романтикалық оқиғаны атам ойдан құрастырған. Мүмкін мені артық сұрақ қоймасын деген болар. Ал атамның радикулиті туралы естігенмін. Қазақстан тарихынан білетін боларсыздар. Коммунистерді жүк кемесіне отырғызып, ертіске батырғаны туралы нақты деректер бар. Сол баржадағылар арасында менің атам да болған. Бірақ тұтқындарды айдап бара жатқанда атам қашып үлгерген. Қашып жүріп, иесіз ескі үйдің жертөлесіне жасырынған екен. Сол жерде бірнеше күн жатып, радикулитке шалдыққан. Атам әжеммен танысу оқиғасын айтқанда, меніңше бір шама әсірелеп жіберген. Мүмкін расында да эскадрон командирі болған шығар. Сол кездегі большевиктердің мақсатымен кулактардың мүлкін тәркілеу, мүмкін азық-түлік салығын жинау үшін әжеммен таныстым деген ауылға барған да шығар. Меніңше, қызмет бабымен міндеттерін атқара жүріп, әжеммен танысып табысқан. Бұл оқиғаны әсіреленген деуімнің мәні осы. Нағашы атам, шешемнің әкесі Нұрғали Әбдірахманов, идеологияны ту еткен нағыз коммунист еді. Әлі есімде, мен Мәскеуде жүрген кезде атамнан хат келіп тұратын. Сонда коммунистік жалынды сәлеммен атаң деп жазатын. Ол соғыс басталғанда майданға аттанып, 42 жылдың маусымына дейін қатысқан. Жараланып, жарамсыз деп танылып қайтарылған. Соғыс ардагері, соғыс мүгедегі еді. Өмір бойы партия органдарында жұмыс істеген. Студент кезімде атамның мерейтойы болды, Семей қаласында. Сонда ол кісінің өмір баянын тыңдадық, биографиясын. Тойға келгеннің бәрі оның ер қиыры көп қызмет жолының соқпағына қатты таңғалды. Ол біресе райком хатшысы, біресе политрук, біресе қала мэрі, біресе горисполком, одан келіп тың игеруші де болған. Содан сұрақтар қарша борады. Жоғары қызметте отырып, төмен түсіп кететіндей не жағдай болды деп сұрап жатты. Сонда ол бәрімізге таңғала қарап, қалай, бұл деген коммунисті үндеу, партия тыңды көтеру керек деді ме, болды, орындау керек деген. Содан бәрін тастап тың игеруге кеткен. Айтпағым, қазіргі заманда дәл менің атамдай адам жоқ та шығар. Ол кісі нағыз идеалист болатын. Өзі сеніп, насихаттаған идеяларға қатты берілген адам еді. Тағы бір есімде қалғаны, бір күні екі атамның бір-біріне дауыс көтере сөйлескен әңгімесін естіп қалдым. Таңғалғаным, әдетте Ғазиз атамда, нағашы атамда дауыс көтермейтін. Есікке жақындап құлақ салғанымда, Ғазиз атам Нұрғали атама оның әлі жас екенін, өкінішке қарай, сол кезде болып жатқан жағдайға дұрыс баға бере алмайтынын, ал өздерінің, мұнда өздері деп отырған кімдер екенін тек болжап білуге болады. Елді өзгертуге тырысқанда, яғни большевик партиясына кіргендегі ойлары мен мақсаттары басқа болғанын Нұрғали атамдардың түсінуге білімі жетпей жатқанын айтты. Оған Нұрғали ата, сен нағыз кеңеске қарсы адамсың, партияға сенбейсің, партия өзі біледі, партия қателеспейді деп жауап берді. Ал Ғазиз ата оған, өкінішке орай, қазір партияда білімі жеткіліксіз, жүйелі ой ойлай алмайтын сен сияқты адамдар көп деді. Содан кейін олар мені байқап қалып, есікті жауып алды да, әңгімелерін ары қарай маған естіртпей жалғады. Бұдан менің түйгенім, екі атам да коммунист болған, бірақ екеуі екі заманның коммунисті еді. Ғазиз атам бар ықыласымен коммунист болған. Ол коммунистік партияға, менің түсінгенім бойынша,
большевиктер партиясына бай, мұрагер дворян болып тұрған шағында, яғни саналы түрде мүше болған. Осы бағытты ішкі даусына құлақ түріп, көп ойланып, сараптап, бірақ таңдаған. Ал Нұрғали атам іні буын өкілі болған. Ол 1912 жылы туған, яғни Ғазиз атамнан 14 жас кіші. Ол партияға саналы түрде емес, таза сенгендіктен келген болу керек. Өйткені көзсіз сенім және ықылас екеуі екі бөлек нәрсе. Көзсіз сенім деген сананың идеяны емес, идеяның сананы билеп алуы. Сондықтан ол кісінің партияға келуіне шексіз сенімі, партия қателеспейді деген көзқарасы негіз болған. Шын мәнінде партияның шешімі қателесетін пенде, қарапайым адамдардың шешімі екенін Нұрғали атам ойламаған да болу керек. Барлық адам қателеседі, және бұл заңдылық. Себебі қате тәжірибемізді байыта түседі, ал тәжірибе даналыққа жетелейді. Яғни, мұндағы басты айырмашылық ықыласпен және сеніммен таңдауда. Әр заманның коммунистері дегенім осы. Меніңше, біріншісі ақылмен таңдау жасаса, ықыласпен таңдау жасаса, іні буын коммунистері партияға ойланбастан көзсіз сенгеннен кірген. Сондықтан Нағашы атамның өмірбаянына қарап, оның коммунистік идеалдарға көзсіз сенгенін, шын көңілмен берілгенін және партия ұран тастаса, ешқандай материалды игілікті көздеместен бәрін тастап, партияның айтқанын орындауға дайын болғанын байқаймыз. Нағашы әжемді еске алсам, яғни анамның анасын, ол кісіні біз Альняшка деп айтатынбыз. Себебі ұлты татар еді. Ол кісі де беделді көпес отбасынан шыққан, бірақ бұл жайтта айтыла бермейтін. Оған қоса, атам қып-қызыл коммунист еді. Міне солай. Қайта құру кезеңі басталғанда, Нұрғали атамның қатты алаңдағаны, абыржығаны есімде. Ол теледидарға бір қарап, радионы бір тыңдап, абыржып жүрді. Менің замандастарым, тіпті менен кішілердің есінде шығар, сол жылдары түрлі бағдарлама, мақалалар шығып, архив құжаттары көтеріліп, кеңес кезіндегі заң бұзу фактілері жан-жақты әшкереленіп жатты. Атама соның бәрі ауыр соққы боп тиді. Ол кісі пионерлердің алдында сөз сөйлегенді ұнататын. Сол есіме түсіп, ата, қазір үйде не істеп отырсыз? Бұрынғыдай неге мектепке барып сөз сөйлемейсіз дегенімде, ол не үшін деп маған қарады да, өмірімнің көп бөлігі жауыздыққа қызмет етумен өтіпті деді. Әрине, осы жағдайлар ол кісінің еңсесін түсіріп тастады. Сонда ол кісі маған: Ғазиз дұрыс айтыпты, мен жас болып, оған құлақ аспаппын. Ал ол маған сол кезде ақ ескерткен еді. Болды, содан кейін атам бұл тақырыпта әңгіме қозғамады. Шексіз сенімінің күйрегенін айтқысы келмеген болар. Атам іштен тынып жүретін. Сол жағдайлардан кейін дүниеден тез өтуіне соның бәрі әсер еткенде шығар. Аталарым туралы, жалпы шыққан тегім туралы қысқаша айтқым келгені осы. Келесі видеомда менің көзқарасым мен мінезімнің қалыптасуына ықпал еткен жағдайларды баяндайтын боламын. Көріскенше аман болыңыздар.